Міне 4 күн қатты жан батқаннан бері давлениям асып жатыр. Укол алып, үйде капельница алып жатырмын. Оның үстіне немерелерімнің барлығы тамақ ауру болды. Ешқандай нәтиже беріп жатқан жоқ. Дәрі де, укол да барлығы осы неден. Өнекен кешқұрынғы сасығына шыдай алмаймыз. Түнімен ұйықтамаймыз. Сағат 3-тен кейін бізде ұйқы жоқ. Мына видеоны тұрғындар 3 тамыз күні түсірген. Айтуларынша мұнай өңдеу зауытынан шыққан қара түтін төңіректі түгел жайлаған. Әсіресе жағымсыз иіс елдің мазасын қашырыпты. Тіпті кейбірінің денсаулығы сыр беріп, жедел жәрдем шақыруға тура келген. Әсіресе аяғы ауыр әйелдер мен балалар қатты қиналды дейді жұрт. Газдың иісі, түтіннің иісі, сол мұнайды өңдеп жатыр, сол газбенен бәрі араласып шығып жатыр. Түтін деген қап қара болып шығып жатыр. Енді күндіз түні, міне бүгін қазір жаңа басылған шығар иісі. Ел келді де мен жаяу жүріп келе жаттым қазір. Ояққа дейін шығып жатыр иісі. Бұл біздің ауыл вообще жақынбыз. Жұрт жаппай дертке мұнай өңдеу зауытының мұнараларынан шыққан қара түтіннің кесірінен шалдығып жатыр екен. Бұлай деуге себебіміз бар дейді олар. Мәселен, шақыртумен келген жедел жәрдем науқастардың барлығына бірдей улану диагнозын қойып жатқан көрінеді. Балдардың бәрі бір апта болды ауырып жатқанда. Скорый шақырамыз, келеді, неме дейді. Отравление дейді. Келеді, укол салады, кетеді. Мен екқабат әйелдер бар, мен бәрі ауырып жатыр. Ят қой енді бұл, шүре-шүр, енді осыны жаппаса қайда мен? Енді не докторға барсаң не? Экология, ойбай, бала шаған анау санандай, мынандай инвалид балдар толып бар. Халық мұнай өңдеу зауытынан шыққан түтінге шағымданып, құзырлы орындарға хабарласыпты. Облыстық экология департаменті көрсетілген мекенжайға шұғыл жеткен. Мамандар ауадан 3 бірдей сынама алып тексеріпті, бірақ зиянды қалдықтар таппадық дейді. Жұлдыз елді мекені және Қарабастау елді мекенінен заводтан 1 километр, 1,5 километр қашықтықтан сынама алынды. Сынамалар нәтижесі бойынша сол жерлерден атмосфералық ауаға шыққан шығарындылар нормадан жоғары болғаны анықталмады. Экологтар осыдан 1 ай бұрын аталған зауытты елдің шағымына сәйкес тексергенін айтады. Ол кезде де ешқандай кінәрат таппаған. Қазір олар тиісті құжаттар дайындалып жатқанын, жуық арада кәсіпорын қайта тексерілетінін айтты. Нұрсұлтан Тұрысбек, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.